Бүгінгі видеодан орта ғасырда болған билеп ауру вирусы хариомония туралы, Танганикадағы күлу ауруы туралы және мәңгүрт сөзінің тарихы туралы айтатын боламыз. Зомби шын өмірде болуы мүмкін бе, әлде тарихта болған ба, немесе болашақта болуы мүмкін бе деген сұрақтарға жауап беру үшін айтылып жатқан зомби қандай зомби екенін бірінші біліп алуымыз керек. Және жауап шынымен де иә да жоқ та болуы мүмкін. Жоқ, ондай зомбилар мүмкін емес. Егер сіз американдық зомбиларды айтып тұрсаңыз, американдық фильмдерде көріп жүрген зомбилар туралы айтып тұрсаңыз, ол мүлде мүмкін емес. Және ғылыми тұрғыдан алсақ та мүмкін емес. Сол зомбиларға бір сипаттама беріп көрейікші. Олардың денесі өлі, бірақ милары әлі жұмыс жасайды. Және бұл абсолютті түрде мүмкін емес нәрсе. Өйткені егер қан алмасу процестері орын алмаса, дене температурасы дереу түсіп кетеді. Ал төмен температураларда еш тірі жан жүре алмайды. Жарайды, зомбиларды тірі өліктер деп ойлайық. Бәрібірде егер қан алмасу процесі болмаса, ми жұмыс жасамайды. Сондықтан бұл жай ғана фантастика. Қарап тұрғандарыңызда кинолардағы зомбилар мүлде мүмкін емес. Өйткені олар жай ғана фантастика. Және киноларда зомбилар болады не үшін? Жай ғана бізге қызықтыру үшін, бізге қызықты қылып жасау үшін киноларға көптеп қосады. Және бұл тақырыпты шештік деп ойлаймын. Бірақ өмірде осы американдық фильмдердегі зомбилер сияқты болмаса да, зомби деген атаумен байланыстыруға болатын мысалдар бар. 1518 жылы Францияның Страсбург қаласында қорқынышты оқиға болады. Ол кезде бұл қала Ұлы Рим империясының бөлігі болатын. Шілде айында 4000-ға жуық адам көшеде демалыссыз бірнеше күн билейді. Басында ең бірінші фамилиясы Трофея деп аталатын әйел кісі билеп бастайды. Келесі апта оған 34 адам қосылады. Бір айдың ішінде 4000 адамға жетеді. Осы уақыт ішінде өте көп адам тоқтаусыз билеуден қаза табады. Инсульт алады, асқазанға азық жетпеу, сондай нәрселерден қаза табады. Шынымен біртүрлі естіледі, бірақ бұл нәрсе нақты неден болғаны белгісіз. Тарихта бұл нәрсе билеу обасы деген атпен қалады, және бұның нақты неден болғаны әлі күнге дейін белгісіз. Кейбір теориялар бойынша сол кездегі адамдардың азық-түлігінде психоактивті әсері бар нәрселер болған. Яғни біздің тілмен айтқанда наша сияқты нәрселер азық-түліктерінің, жейтін азық-түліктерінің құрамында болған, және жеген кезде осындай психоактивті әсер көрсеткен деп айтылады. 1518 жылы болған оқиға тарихта болған жалғыз билеу обасы емес. Тарихта бұдан кейін де, бұған дейін де бірнеше рет билеу обасы хариомониямен ауырған адамдар болған болатын. Және тарихта бірнеше рет орын алса да, ғалымдар әлі күнге дейін бұның неден болып жатқан және не себеп болуы мүмкін екендігі туралы нақты жауап бере алмай жатыр. Бірақ менде бұдан да қорқыныштырақ мысал бар. Бәріңіз мәңгүрт деген сөзді білетін боларсыздар. Және бұның тарихын кейбіреулеріңіз білетін боларсыздар, бірақ сонда да баяндайын. Ерте ғасырларда жуан-жуандар деген тайпа болған. Нақтырақ айтатын болсақ, шамамен моңғол хандығы құрылмай тұрып, сол жуан-жуандардың қатыгездігін өлшеп жеткізе алмайтындай болған. Өйткені дәл сол жуан-жуандар соғыста тұтқынға түскен адамдарды тірі өлік етіп шығаратын болған. Ол қалай? Көшпелі бұл халық тұтқындардың бастарына түйенің терісіне жасалған қалпақ кигізіп қоятын болған. Ең алдымен жаңа сойылған түйенің терісін керектісін кесіп алған. Тұтқындарға күннің ыстығында шаштарын тықырлап алып тастап, бағанағы терілерді жабыстырып қоятын болған. Күннің ыстығында тері жабысып қалады. Дәл солай тұтқындарды шөлде бір аптаға дейін азықсыз күннің ыстығында қалдырып кетеді. Бастарында жаңағы түйенің терісі ғана бар. Бір аптадан кейін өздері келіп, су беріп қайта қалыпқа келтіріп алады. Алайда қалыпқа келген кезде қолдар бұрынғыдай болмайды. Бұрынғы нәрселердің бәрін есінен шығып кетеді. Анандай қорлықтан кейін ешқандай қарсы келушілік деген болмайды. Және қожайындар не айтса, соны жасай беретіндей болады. Яғни қожайынның айтқанымен жүріп тұрады. Ешқандай да еркі болмайды. Және тарихта олар мәңгүрт деген атаумен қалып кеткен. Базарларда тіпті мәңгүрт құлдар мәңгүрт еместерге қарағанда 10-20 есеге қымбатқа сатылатын болған. Өйткені оның еркі болмайды. Қожайын не десе, соны жасай береді. Егер сізді мәңгүрттер туралы осы бір оқиғалар қызықтырса, сізге Шыңғыс Айтматовтың Найман ана деп аталатын оқиғасын оқуға кеңес беремін. Онда жалғыз ұлыңыз деген ана туралы баяндалады. Жаңағы жалғыз ұлы тұтқынға түсіп, мәңгүрт атанып кетеді. Және шынымен де тарихта өкінішке орай бұндай оқиғалар болған. Ал келесі мысал,
жаңағы биобасына кішкене ұқсайды, бірақ зардабы биобасынан кемірек, яғни азырақ болған. 1962 жылы Танганьикада, қазіргі Танзания, Кашаш ауылындағы бір қыздарға арналған қыздар интернатында 3 оқушы тоқтаусыз күлуді бастайды. Бұған сол сыныптың көп оқушысы бірнеше күннен кейін бүкіл мектеп қосылып күлуді бастайды. Сіздердің құлақтарыңызға біртүрлі естіліп жатқан шығар, бірақ олар шынымен де билеу обасы сияқты тоқтаусыз, тіпті апталап нәр татпай күлуді жалғастырады. Осы күлкі обасының кесірінен әкімшілік, жаңа қаланың әкімшілігі осы мектепті жауып тастайды, бірақ бәрі кеш болатын, өйткені сол күлкі обасы жақын маңдағы ауылдарға да тарап кетеді. Бұл эпидемия басталған уақыттан кейін 18 айдан кейін ғана бірақ тоқтайды, және осы уақыт ішінде 1000 адамды жұқтыртады, яғни 1000 адам осы күлкі обасымен ауырады. Осы уақыт ішінде тағы да әкімшілікке 14 мектепті жабуға тура келеді. Тіпті бұл уақыт ішінде өлім жағдайларда кездесіп тұрған, және көбісі метеоризмнен, тыныс алу жолдарынан, ауа жетпеуден және тағы да сондай тыныс алу жолдарының қателіктерінен орын алады. Тіпті қазіргі кезде де бұл күлкі обасы әлі жойылған жоқ. Өйткені дәл қазіргі кезде де Танзанияның кейбір мектептерінен осы күлкі обасының сипаттарын көруге болады. Ал негізінде мына нәрселердің бәрін айтып жатырмыз ғой. Зомби немесе тағы сондай адамдар туралы. Бұл нәрсенің түпкі тамыры Гаитиден бастау алады. Гаити вудуларынан бастау алады. Бұл жерде 17 ғасырларда Бенин және Нигериядан, яғни Африкадан қара нәсілді құлдарды әкеледі. Ал бұл құлдар осы Кариб елдеріне вудуды насихаттайды. Вуду дегеніміз адамды гипноздау сияқты нәрсе. Осы вуду қазіргі біз айтып жүрген зомбилердің бастауы болған десек те болады. Ал зомби деген атауды әлі күнге дейін ешкім қай тілден енгенін, қандай мағына беретінін анықтай алмай жатыр. Кейбір теориялар бойынша бұл сөз африкандық банту тіліндегі нзамби деген сөзден келген деп айтылады. Бұл сөз өлі адамның жаны деп аударылады, ал басқа теорияларда батыс африкандық диалекті жамби деген сөзден келген деп айтылады. Ал бұл сөз елестер деп аударылады, бірақ нақты ешқандай бір нақты жауап жоқ. 1930 жылдардан бері зомбилар американдық хоррорларда, фэнтезиларда, фантастикаларда өте көптеп танымал бола бастады, және әлі күнге дейін танымал болып келе жатыр. Әлі күнге дейін зомбилар туралы фильмдер өте көптеп түсірілуде. Сонымен осы видео арқылы зомбилар ғылыми тұрғыдан алсақ, мүлдем абсолютті түрде мүмкін емес екенін көрген боларсыз деп ойлаймын, түсінген боларсыз деп ойлаймын. Ал бірақтан да басқа да зомби деген атауға байланыстыруға болатын, зомбиге синоним бола алатын мысалдар бар екенін, әлемде талай қызық бар екенін көрдіңіз деп ойлаймын. Және осы видеомызды тәмамдаймыз, яғни соңына жетті. Егер осы видеодан қандай да бір ақпарат ала алсаңыз, осы видеоға лайк қойып кетіңіз, немесе ұнамаса дизлайк қойып кетіңіз, және пікір қалдырып кетіңіз. Пікірлеріңіз сіздердің өте маңызды, өйткені барлық пікірлеріңізді оқитын боламыз. Сау болыңыздар, келесі видеоларда жүздескенше.